Сәлем баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен шабдалы қосылған дәмі өте керемет, өте жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, тамашалаңыздар. Алдымен пирогтың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа бөлме температурасында еріп тұрған сары май, қант және жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ қоспаларды өзара араластырып аламыз. Он, миндальная мука, разрыхлитель, тұз, ванилин. Осы қоспаларымызды алып, жаңағы майымыздың үстіне қосып жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде миндальный мука қосыңыздар, қамырдың өте керемет болып шығуына ықпалын тигізеді. Кез келген кондитерлік дүкендерде грамдап сатылады. Енді дайын қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындайтын боламыз. Құрғақ таза ыдысқа творог, қант, жұмыртқа, мұнда менде бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысы, сливки, сгущенка және қаймақ салып, бәрін блендердің көмегімен езіп аламыз. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шыққан жаңа видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей салмамыз дайын болды. Енді осыны жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Осы уақытта жарты сағат холодильникте тұрған қамырымызды алып, пергаменттің үстіне ұн себе отыра төрт бұрышты етіп жайып аламыз. Енді осы қамырды төрт бұрышты формаға орналастырамыз. Бұндай формамызда кез келген кондитерлік дүкеннен ала аласыздар. Мен 25-30 см етіп пісіремін. Осылай линейканың көмегімен формаға орналастыратын боламын. Жан-жағын тегістеп формаға жақсылап орналастырамыз. Қамырды формаға жақсылап орналастырып алып, творожный начинкамызды үстінен құямыз. Начинкамызды жан-жағына тегістеп орналастырамыз. Ендігі кезекте начинкамыздың үстіне кез келген жемісті қоямыз. Мен шабдалы жемісін қойып шықтым. Кез келген жеміспен үйлесетін пирог, сол үшін кез келген қалаған жемісті пайдалансаңыздар болады. Енді алдын ала қызып тұрған 170 градусқа саламыз. Мен осында Икар фирмасының жемісін пайдаландым. Міне пирогымызды 20 минуттан кейін пештен алып, осылай фольгамен бетін жауып, тағы да 20-25 минутқа салып алатын боламыз. Сол кезде пирогтың беті күймей әдемі болып пісіп шығады. Мінекей дәмі керемет, ауызға салса еретін пирогымыз пісіп шықты. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.